өнерлі жастармен мың бір түнде сұхбат. Қытайдағы шығыс інжу маржаны халықаралық фестивальде бірінші орын иеленген Еуразия ұлттық университетінің дала сазы халық аспаптар оркестрі бүгін мың бір түнде қонақта. Қош келдіңіздер. Енді ансамбль үлкен дегенмен араларыңыздан біздің ансамбль мүшелерін ортаға шақырып алайық. Келіңіздер, төрлетіңіздер. Таныстырып өтейік. Қош келдіңіздер. Жайғасыңыздар. Ансамбльдің жетекшісі Биғожин Рыстаулет, ансамбль мүшелері Кәрғожа Арай және Аманқұлова Жансая. Қош келдіңіздер. Енді Қытайдағы өткен халықаралық фестиваль қай деңгейде өтті, қанша шығармашылық ұжым қатысты, бөліссеңіздер. Көңілдеріңізден шықты ма? Көңілімізден шықты, әрине 90-нан астам команда болды. Енді әрине 90-нан астам команда тек қана аспаптардан қатысқан жоқ. Әртүрлі номинация болды, әншілер, бишілер. Қай елдерден? Көбінесе Ресей Федерациясынан болды, және де Қытайдың өзінен 10 шақты команда шықты. Қазақстаннан енді өкінішке орай жалғыз біз болдық. Аспаптар номинациясы бойынша 10 шақты команда болды. Ресей мен Қытай аралас.
Соның арасынан бірінші орын алдық. Әрине енді бас жүлдені өкінішке орай ала алмай қалдық. Бас жүлдені көршілес мемлекет алып кетті. Бірақ енді бізде ешқандай өкпе жоқ. Бірінші орын бізге де сол жетті. Енді оркестр туралы айтатын болсақ, жалпы оркестр негізінде 2009 жылы құрылған Еуразия ұлттық университетінде. Қанша студент бар құрамында? Қазір бізде құрамымызда 40-тан астам студент бар. Бір ғана жігіт бар ма? Қыздар? Жоқ. Бізде былай ол. Көбі сұрайды, Инстаграмда бәріне фото салған кезде, неге екеуің ғанасың, бәрі қыз деп. Бәріне қызық. Ойлап қояды, мен енді жетекші боламын, тек қана қыздар тартып. Негізінде бізде конкурс университет, бірінші айтайын, ең бастысы біздің университетімізге рахмет айтқым келеді, басшылыққа. Себебі біз қаншама жарыстарға қатысып отырмыз, Қазақстан ішінде ұлттық университеттің арасында осы қолдау көрсетіп, шетелге жаңағы қаржылай, арнайы ақша бөлдіртіп, ешқандай университет көрген емеспіз. Біздің басшылыққа үлкен рахмет. Арнайы осы талантты студенттер, тек қана бізге емес, бізде әншілер де бар, бишілер де бар. Сол ұйымға арнайы ақша бөліп жыл сайын тек қана талантты студенттерді шетелге арнайы қолдап отырады. Енді сіздерде міне жақсы нәтиже көрсетіп қайттыңыздар. 2009 жылдан бері. 2009 жылы. Қанша халықаралық деңгейдегі жарыстарға қатысты? 2011 жылы Қытайға барды. Содан кейін Жүлдемен қайттыңыздар ма? Жүлдеге қайтты. Ол кезде енді мен болған жоқпын әрине. Ол кезде мектеп оқып жүрдім. 2017-тен бастап Мәскеуден бастадық. Мен ол кезде 2-ші курс студентімін. Мәскеуден кейін бізге жолдама Европаға түсті. Европадан бірінші орын алдық. Қай жаққа? Прагада болды. Содан кейін Дубайға шақырды. Дубайға 2 рет шақырды ұйымдастырушылар. Содан кейін Дубайдан кейін міне Қытайға жолдама алдық. Биыл Қытайға барып бірінші орынмен қайттық. Сонда ұсынысты өздеріңіз тастамайсыздар, сіздерді шақыра ма? Бізге шақырады. Өйткені енді ұйымдастырушылар да біздің электронды почтамызды бәрін алып алады. Содан кейін бізге приглашение жібереді. Сосын біз оған қараймыз. Мен өзім мысалы приглашение келген кезде зерттеймін. Ол қандай конкурс? Бару керек пе, бармау керек пе? Қазір не көп, конкурс көп. Қалай деген секілді. Өте керемет, біз ойлағаннан да жоғары деңгейде бәрі өтті. Өте тамаша. Көп ұжым жаңағы айтқандай 90-нан астам ұжымдар болды. Соның ішінен бірінші орын алып. Қайталап. Енді оркестр мүшелері бар. Сол кісінің бастамасымен 2009 жылы оркестрді ол кісі ашты. Содан бері оркестр қазір таңға дейін, енді әлі күнге дейін Құрам өзгеріп тұрады, Құрам жыл сайын өзгереді. Ерекшелігі сода бізде құрам 1-ші курстан 4-ші курсқа дейінгі әртүрлі мамандық иелері отырады. Сіздер қай мамандық? Мысалы мен халықаралық қатынастар, Математика және компьютерлік модельдеу. яғни біздің ерекшелік сонда профессионалды түрде емес. Біз мысалы біреуміз музыкалық мектепті бітіргеніміз, не бірі тіпті нота білмейді, бірақ соғысында келіп, үйреніп, өзінің шабыты арқасында, еңбектенуінің, талаптануының арқасында жетістіктерге жетіп жатыр. Осындай мүмкіндік сыйлап жатқан ол әрине университетіміз және оркестр. Сол үшін ректорымыз Ерлан Баташевна ерекше алғыс білдіреміз. Одан кейін мысалы жаңа нота білмей келеді деп айтып жатсыздар ғой. Мысалы келгеннен кейін ол кісінде енді шабыты бар адамды көресің ғой, сондықтан өз арамызда да көмектесеміз бір-бірімізге. Қолдау бар. Өйткені араларында жаңағы музыкалық білімі бар студенттер болады, музыкалық білімі жоқ студенттер. Қайсысы көбірек? Көбінесе енді білімі жоқ, бірақ қызығушылығы үлкен. Мысалы кезінде бізде ең қиын аспап бар ма? Меңгере алмай бір қиналған ерекше аспап бәлкім сіздерде? Енді көпшілігі өзі қандай аспапқа үйір, сонымен келеді. Соны одан әрі дамытқысы келеді. Мысалы, домбырашылар жақсы тартатын домбырашылар тартады, бірге үйретеді. Мысалы, қобыздар біз бір-бірімізге үйретеміз, сол сияқты. Олар жаңағыдай тіптен білмей емес, бәлкім нота білмейді, бірақтан егер талабы болса, одан әрі шыңдауға тырысады. Енді мынау Қытайдағы фестивальде мысалы кәсіби емес музыканттар қатысты ма, әлде кәсіби музыканттар қатысты ма? Кәсіби де бар, кәсіби де емес те бар. Мысалы айтатын болсам, 1 жыл бұрын біз Италияда үлкен халықаралық фестивальға қатыстық. Ол кезде Темірлан
және Ернат деген білетін шығарсыз, екі домбырашы жігіт. Олар да қатысты, иә. Олар да қатысты. Біз көргенде таңқалдық. Өйткені бізге ол кезде айтқан жоқ, Қазақстаннан болады деп. Ол кісілер енді бас жүлде алды. Профессионал түрде. Біз бірінші орын алдық. Керемет, керемет. Енді бұл тек бастамасын болсын дегіміз келеді. Нағызы кәсіби музыкант емес студенттер үшін бұл үлкен жетістік деп ойлаймын. Сондықтан да 2009 жылдан бері әлі бар оркестр, ғұмыры ұзақ болсын дегіміз келеді. Енді құрам ауысып отырғаннан кейін әрине ғұмыр ұзақ болады. Және мысалы осы университет тәмамдап кеткеннен кейін сол студенттер қандай да бір жарыстарға қатыса ма өздері? Жоқ, бізде тек осымен аяқтала ма карьера? 1 мен 4-дің арасында ғана рұқсат берілген конкурсқа қатысу. Әрі қарай бір көзге түсіп, өздері шыңдалған жоқ? Университет бітіргеннен кейін енді өз жолын табады, мамандық бойынша жұмыс істейді. Енді сол көбісі мамандықпен бе, әлде музыкамен кете ме деген сол? Өйткені мамандық оқиды. Қазір жарық жұлдыздардың арасында жоқ қой сіздердің оркестрдер. Біз енді хобби ретінде қараймыз. Оған ерекше қызығушылық хобби ретінде қараймыз. Осыдан кейін енді қай байқауды көздеп отырсыздар? Осы жаққа барып бақ сынап келсек. Сол ұйымдастырушылар енді үлкен келесі жылы Шанхайда ұйымдастырмақшы. Үлкен қылдырып. Сол бұйырса енді Шанхайға жолдама алдық. Сол жаққа барып отырсаңыз. Біздің аспаптардың барлығы оларға таныс па екен, әлде таңсық аспаптар болды ма? Шетелдіктер қызығып, тамсанып, мынау не деп сұрақтың астына алған. Қай аспаптарға ерекше көздер түсті? Көбінесе қыл-қобызға түседі. Өйткені дауысы қоңыр ғой, ерекше. Және де орыстардың көбі таңғалатын, домбыраға таңғалады. Как две струны вы такую музыку делаете? Мысалы, оларда балалайка 6 шектен тұрса, біздің тек қана домбыра 2 шектен тұрады да, бірақ әлемнің бүкіл музыкасын шығарады. Ерекше ресімде. Енді домбыраны бүкіл әлем біледі деп ойлаймыз. Қазақ музыкасын насихаттап жүргендер үшін алғыс білдіреміз сіздерге. Жеңісті күндеріңіз көп болсын, уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс, тағы да құтты болсын. Сіздерге рахмет. Рахмет.